Қайырлы кеш, қайырлы түн, қымбатты инста оқырмандар. Тікелей эфирде байсеміз, әдеттегідей сұхбатымыз жалғасады. Біраз уақыттан бері өздеріңіз куә болып жатсыздар. Өте бір рухани дүниелерді жеткізуге тырысып жатырмын. Өзіме келген қонақтардың көмегімен әрине. Өте жақсы сабақтар өтіп жатыр деп өздеріңіз де жазып жатсыздар. Енді соның бір себі тиіп, соның жақсылығын көрсеңіздер, біз қуанышты боламыз. Бла деген әңгіме емес, сол нақты бір рухани ем болсын, рухани көмек болсын деген мақсатта ғой. Қазір Гүлшара ханым қосылғанша кішкене әңгіме айта тұрайын. Жалпы енді инстаграмда білесіздер ғой, көмек сұрайтын адамдар өте көп. Енді оның барлығына бірдей көмектесе алмайсың да. Сол кісілердің бірі кешеден бері маған жазды, апа деп. Мен айтам, мен сізге рухани көмек берейін деп. Психологически ойыңызды өзгертуге десем, мен еш нәрсеге сенбеймін деп, сондай адамдар болса, осындай эфирлерді көрулерін сұраймын. Қазір міне Гүлшара ханымды қостым, қазір қосылады. Кішкене күтейік. Бүгінгі тақырыпты қазір айтамын. Қап-қара болып кеттім. Гүлшара ханым, қайдасыз? О, қосылдыңыз. Қалай, менің даусым қалай естіледі сізге? Жақсы болмай тұр олар. Сізде кішкене сапасы нашар болып тұр, иә? Менің даусым қалай естіледі? Қатып қалды қайтадан. Гүлшара ханым, қатып қалдыңыз. Жазира, мен Ақтөбеде кітабымды кім сататынын шын айтсам ұмытып қалдым. Жекеге жазыңызшы, сосын жауап берейін, иә? Гүлшара ханым, қалай, мені естіп тұрсыз ба? Иә, вроде бы жақсы сияқты. Аха, даусым жақсы естіле ма? Естіліп жатыр, иә. Альхамдулилла. Өзіңіз қалайсыз? Интернет жақсы жүретін жері, нер білмеймін. Бір ақаулар болып тұр ғой. Жарайды, онда бісміллә деп эфирімізді бастайық, иә? Қымбатты оқырмандар, міне тікелей эфирде байсемізде менде қонақта Гүлшара Сағынбаева, рухани эксперт, Қазақстанның халық емшісі, рухани сауықтырушы. Мен өзі Гүлшара ханымды білгеніме көп болған жоқ, бірақ та бұрыннан білетін адам сияқты, сондай бір рухани жағынан жақын болып кеттік деуге болады. Сонымен Гүлшара ханымды интернеттен іздесем, мен әдетте өзіме шақырылған қонақтардың барлығын іздеймін ғой, информация. Бұрын ғана журналистік инстинктім оянып кетіп. Сөйтсем, Гүлшара ханымды тек қана Қазақстанда емес, шетелдерде де өте жақсы біледі екен. Былайша айтқанда, қазіргі заманның тілімен айтқанда, клиенттері, бағана оқырмандар да жазып жатыр, Америкада, Уфада, басқа да Европада, Мәскеуде, тағы да басқа жақта Гүлшара ханымның жаңағындай емін алған, сондай рухани емін алған адамдар өте көп екен. Бұл өте үлкен жетістік, мәртебе. Эфиріме қош келдіңіз, Гүлшара ханым, көп рахмет сізге. Онда бастай берейік, иә? Шымкентте, қазір Гүлшара ханым Шымкентте тұрады, иә? Иә, Шымкенттеміз. Альхамдулилла. Мен де соңғы кезде эфиріме келген қонақтардың көпшілігі шымкенттіктер екен. Бұрында Шымкентте туылған, сондай Шымкенттің тумалары екен. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы біздің бойымызда түрлі кеселдер, аурулардың 80% рухани аштықтан ба деп аталады. Негізі Гүлшара ханымның айтуы бойынша біздегі аурулардың көбісі рухани аштықтан. Бірақ мен аштықтан ба деп сұрақ белгісін қойып алдым. Бұл тақырып барлығыңызға өте қызықты болуы мүмкін, қызықты болады деп ойлаймын, сондай пайдалы болады деп ойлаймын. Сондықтан жақсылап тұрып тыңдайық, қағазға мүмкіндіктеріңіз болса жазып алыңыздар Гүлшара ханымның әңгімесін, айтқан информацияларын. Онда бастайық. Гүлшара ханым, жалпы шынымен аурулардың 80% рухани аштықтан ба, ол қалай болады? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху табарак тағала бұл сұхбатымызға иншаллах нұрын жаудырсын. Иншаллах пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға, оның отбасына, сахабаларына дұруд сәлемдер болсын. Сәлем салауаттар болсын. Бұл енді былайымша айтқан кезде
цифрамен бүйтіп ровно бүйтіп кесіп айтатындай дүние емес. Бірақтан негізі ауру, кесел деп бөлінеді ғой. Түсініңіз ба? Ауру деген жаңағыдай уақытша жай ғана физиологиялық нәрседен келіп жататын нәрседе, кесел деген ұзағынан келеді. 4 айдан асып кетсе, диагнозы қойылмаса, оны уже кәдімгідей көңіл бөліп, не екеніне көңіл бөлу керек. Және де, мынау сіз мынандай теманы не қылып жатсыз, біз руханияттың адамдары бір клеткаға кіріп кеткендей боламыз, бір теманы айтқан кезде. Өйткені біз разгон алуымыз керек, разгон анау әлмисақтан басталады ғой бізде. Сол жақтан барып, мынау сіздің оқырмандарыңыз саяхатқа дайын болса, рухани саяхатқа болса, сол жақтан бастауымыз керек қой енді. Енді бұл мәселенің барлығы 1-2 сағаттың нәрсесі емес. Мен әрдайым айтам, руханияттың әңгімесі 3 күн, 1 апта жатып әңгіме қылатын әңгімелер ғой бұлар. Сондай руханият болғаннан кейін ол кең етек сөйлесу керек та ол нәрсеге. Бірақ енді қазір енді заманның ақыры 10 жылды бір күнге кіргізіп жіберген Аллаху тәбәрәк тағала бізде 1 сағатқа 1-2 сөзбен көреміз енді. Бір Алла бұйырып тұрса, жүрекке не келіп жатыр, жүрекке келген нәрсені айтамыз енді. Енді заманның басы емес, Адам алейхиссаламын емес, біз арырақтан алайық та, аурулардың басын қай жақтан келеді, не үшін келеді деген үшін біз басынан алуымыз керек. Аллаху тәбәрәк тағала Әл-Мисақта жаңағыдай мекенсіз жерде, мекен жоқ қой енді ол жақта. Мекен жоқ, мезгіл жоқ. Жандар жаратқан кезде, жандар қазақ емес, орыс емес дейге, ұлты жоқ, нәсілі жоқ, жері жоқ, мынау денесі жоқ жерде бүкіл жандардан мен сендердің рабыларымын, сендер мені естеріңе алыңдар, мен сендерге кіммін дегенде, я рабымысың, біз сені еске алып тұрамыз деп негізі сөз беріп кеткенбіз ғой, жаңағы ант су ішіп соңғы сөзімізді айтып кеткенбіз ғой енді. Сөйтіп, мен енді жалпы қазақша сөзбен сөйлеймін, оқымаған адаммын. Сонымен не керек? Жердің бетіне жандар келеді, 2 қараңғылықтан өтеді ғой. Жан ол құлпырып тұрған жаңағы қазір современный нелер техника күшті болып, аура деген нәрсені не қылып жатыр ғой, жанның сол жаңағы несі, нұры, жанның нұры сол. Ол исследоваться етілмеген, ол никогда адамды исследовать етіп до конца невозможно оны не алады, до конца оны мүмкін емес ол. Ол Алланың құзырындағы нәрселер, бірақ енді бір нәрселер аппараттармен Аха, жалғастыра беріңіз, қатып қалды кішкене. Сонымен жердің бетіне келген жан, рух дейік, ол 2 қараңғылықтан өтеді. 2 қараңғылықтан өткеннен кейін ол кәдімгідей жаңағы баяғы берген, Алланың алдында берген несін ұмытып қалады енді. Сөзін ұмытып қалады. Уәдесін. Неге қатып қалып жатыр, е? Аха, қайтадан қатып қалды, қайтадан қосылдыңыз. Сонымен ұмыт қаламызда мына әлемге келеміз, бұл материалдық план ғой енді. Материальный план, ата-ана бар деген сияқты, жаңағы социумның айтқан әңгімелері бар. Соның барлығымен біз жалап, негізі адам баласы 13 жасқа дейін жаңағыдай информация жинайды екен жан. Ол 13-ке дейінгі алған тәрбие болып қалады, 13-тан кейін адамға беру мүмкін емес екен тәрбиені. Не алды, кейін соны өмірге транслировать етеді екен адам баласы. 13-ке дейін біз үлгіруіміз керек екен, соны нәрсені жасап, тәрбиені жасап балдарымызға. Бисмилля. Кішкене қатып қалып. Қосылды. Гүлшара ханым, қосылды, сіз эфирдесіз. Аха.
кішкене үзіліп тұр. Бізде жаңбырлар, жаңағыдай нелер болған, кішкене содан байланыста жақсы болмай тұр ма? Аллаху алем болып тұр ғой енді. Сонымен жай айта берсем жазыла беретін шығар, иә? Иә, айта беріңіз. Аха, қосылдыңыз Гүлшара ханым, жалғастыра беріңіз. Телефонды қозғамай ақ қойсаңыз, менің ойымша дұрыс болады. Гүлшара ханым, мені естіп отырсыз ба? Жай естіліп жатыр. Мен естіліп жатырмын ба? Иә, сіздің дауысыңыз естіліп тұр, өте жақсы. Айта беріңіз, жалғастыра беріңіз. Егер бірдеңе дұрыс болмаса, мен сізді тоқтатам, айтам. Тағы да қатып қалды ғой, не болды өзі? Бұндай болмайтын еді. Гүлшара ханым, қайда кетіп қалдыңыз? Космосқа кетіп қалдыңыз ғой деймін, әлметтақ деп. Жоқ, анау бізде айтып жатырмын ғой, бізде жаңағыдай нелер, жаңағы жаңбыр өтті, кішкене мынау связь жақсы болмай тұр ғой, содан, наверное, өзім ойлап жатырмын. Сол 12 жасқа дейін, 13 жасқа дейін, анау бізде қазақта мүшел жас деп атады ғой, сол кезге дейін біз балдарымызға тәрбиемізді беріп, қорған. Ой, бұл тағы да қатып қалды ау, эфиріміздің мәнісі кетті ау. Бұл не болды? Ал не болды? Аха. Сондықтан жаңағыдай біз оларға соның барлығын жай кішкентай кезінен күннен айтып, бұл жердің бетінде қорғанып жүру керек, өзіміздің жаңағыдай денемізді, бұл әлем жаңағыдай аузубилляхидің әлемі, біздің өмір сүретін жеріміз, ол жаңағы жанаттың бақтары, біз сояққа кетуіміз керек, соның жаңағыдай тірлігін жасауымыз керек деп, балдарға кішкентайынан үйретуіміз керек. Сол енді бір 12-15 жасқа дейін енді ананың жаңағыдай қарамағында, энергиясында дейміз ғой, жүреді ғой балдар. Защищенный жүреді. Кейін бірақ бәрібір жаңағыдай балиғатқа өткен кезде жаңағыдай айтып жатамыз ғой, әркім өзінің жаңағы күнәларына жауап беретін уақыт келіп қалады деп. Сол кездерде жаңағыдай сырттың әсері бар, әңгімелері бар, жердің бетінде тіл көз деген бар, одан кейін жынның әсері деген нәрселер болады. Сондай нәрселердің тұсында енді жаңағыдай біздің бой өрісіміз деп айтайықшы, бой өрісімізге көптеген жаңағыдай нелер көп болады екен, жаңағыдай әсерлер көп болады екен. Ол өте нәзік дүние болғаннан кейін, оны әрине оны тесіп өту оңай. Егер де біз оны қорғап, қоршап жаңағыдай сүрелермен өзімізге қорған салып отырмасақ. Бар ғой, мұсылманның қорған деген кітап бар ғой. Неге ол қорған деп айтылған? Мінекей. Сондықтан жаңағыдай егер де мына әлемді бетіп қарайтын болсаңыз, бүкіл ғаламда бетіп әдемі болып, Аллаху табарак тағала бұл әлемді сендерге әдемі қылып жараттым деді ғой. Бірақтан негізі қарайтын болсаңыздар, бұл әлемде жаңағыдай ауада да, неде де жай жаңағы жындардың ұрықтары көп, 26 мың виді болады олардың енді. Ол медицина мен исследование, неисследованный нәрселері болады. Сол кішкентай кәдімгі көзге көрінбейтін дәрежеде аураны, тесік нәрсе іздеп жүреді өзі. Ол өйткені ол нәрселер өзі Алланың рахматынан айырылып қалған нәрсе, ол адамның нұры, олар әрине ол қай жақта, қай уақытта кіріп қалды дейтін болсақ, біз қатты қайғырғанда, қатты ызаланғанда, қатты жаңағыдай қуанғанда, және де
әйтеуір осы қатты бір неге кіріп кетеміз ғой, күйзелген кезде, күйзеліс депрессия деп жатады, стресс депрессия деп атады. Ту қызық жеріне келгенде тағы да қатып қалды ва? Менің даусым естіле ма? Гүлшара ханым, қатып қалдыңыз. Қатқан іске болып жатырмыз. Менің даусым естіле ма, қымбатты оқырмандар, сіздерге? Менің даусымды естіп тұрсыздар ма? Плюс қоя салыңыздаршы. Қатып қалды қайтадан. Ой, бұл шығып кетті. Қазір қайтадан қосылатын шығар. Қымбатты оқырмандарым, кешірім сұраймын, мен енді бұл техникалық себептер маған да кішкене жайсыз тиіп отыр. Бұл қайта-қайта үзіліп қалған Гүлшара ханымға да қиын болып отырған шығар, өйткені бір сөзді бастап қайта-қайта қатып қалу, бұл енді шынымен кішкене нашарлау. Көз тиді ма, не болды, сөз тиді ма? Әзіл ғой, сет қой бәрін құртып тұрған. Сетюшке. Жаңа Гүлшара ханым қазір бізге запрос жібергенше мен айта берейін. Жаңа Гүлшара ханымның айтқан сөзіне шынымен ақ мен қосылам. Шындыққа жанасады, иә? Адам қатты қайғырған кезде, қатты қуанған кезде, депрессияға түскен кезде, эмоционалдық бір жағдайлар болған кезде, получается, эмоционалдық сондай жағдайлар болған кезде жаңағы ауада жүрген, жаңа жын деп айтты, иә, сондай ауру, оларға бір орналасатын жер керек қой, в общем. Солар келеді да, біздің аурамыздың барлығы тесік болады, біздің жеңіл, біздің нәзік денеміз, иә. Сол жерге келеді де кіріп алады сонда. Менің түсінігім бойынша, қазір енді Гүлшара ханым қосылсын, жақсылап түсінікті қылып айтады. Қазір Гүлшара ханымды күтейік. Егер мүлдем сет дұрыс емес болса, онда басқа күнге қалдырамыз, иә. Ана исламда бізде де айтады ғой, қатты қуанбау керек дейді. Қатты қайғырмау керек дейді. Барлығын сол бекерден бекер айтпаған, бірақ соның көп мәнісін біз білмейміз, иә. Адамның өмірінде бір жақыннан айырылған кезде, әсіресе адам бір қатты қайғыға батқан кезде, сосын біраз уақыттан кейін денеңде бір ауру пайда болады, иә. Сосын дәрігерлер айтып жатады, ол стресстен пайда болды деп, мысалы асқазан жарасы, тағы да басқа неше түрлі. Мен енді өзіме келетін болсам, мен жаңа Гүлшара ханым айтқанда бірден ішімнен мақұлдадым, өйткені менің туған інім өмірден өткеннен кейін, сол кейініректе менде асқазанда жара пайда болды, өзінен өзі. Ал сіңілімде жаңағындай денесінде витилиго дейді ғой, сондай шығып кетті. Соларға қарағанда бұл шындыққа жанасады. Ал міне тағы да қайтадан қосып көрейік. Қуану керек, бірақ қатты қуанбау керек. Қайғыру керек, бірақ қатты қайғырмау керек. Гүлшара ханым. Ассалаумағалейкум, мен мына жерге тең алдына қойып қойдым. Ой, мына жер кішкене жап-жарық жақсы болды. Иә. Сонымен енді біздің денемізге кіретін 4 есікті біз өзіміз ашады екенбіз. Яғни қатты қайғырғанда, қатты ашуланғанда, қатты күлгенде, қатты күйзеліске түсіп кеткен кезде біз 4 қақпаны ашып жібереді екенбіз. Ол енді жаман айтпай жақсы жоқ, жаңағы жындар әлемі деген нәрсе бар. Сол жақтардан нәрселер кіріп атады, олардың ұрықтары кіріп атады. Енді жан-жақты кіреді денеге, өйткені біз өзіміз оларға есік ашып береміз. Сол кездерде жаңағы біздің физикалық денемізге әрине жаңағыдай көптеген шығын болып қалады. Аурудың сол нәрседен келеді, бірақ бір жаңағыдай нелер бар ғой, әңгімелер бар ғой, келген қиссалар бар. Баяғыда Муса алейхиссалам Аллаху табарак тағаламен тікелей сөйлескен ғой, тікелей қатынасқан. Баяғы Нимрод дейміз ғой, енді мынау фараон деп айтады, енді современный, мынау орысша тілде фирғауын дейміз. Фирғауындардың жаңағы сол заманның фирғауыны өте күшті, жаңағыдай бақуат, денсаулығы өте керемет адам екен да. Бір енді тісі де ауырмайды екен. Соны Муса алейхиссалам енді сондай бір жаңағыдай керемет мұғжизасы Алламен тіке сөйлесіп отырған ғой. Сөйтіп сұрайды екен да жаңағы Аллаху табарак тағаладан, қалайша бұл? Сен бұл деген көкірегін ұрып тұр, мен құдаймын деп ойбайлап жатыр, мен жаңағы адамдарды тұрғызып жатқызып жатыр, сен қалайша болған сонша денсаулық беріп қой, не бұның тісі де ауырмайды деп. Сол кезде Аллаху табарак тағала оған, Мұса, ол мені есіне алмасыншы деймін да деген екен. Түсіңіз ба?
түсіндім. Кесел келіп атса, руханияттан келіп жатса, ол деген жаңағыдай Аллаху табарак тағала, құлым, сен мені есіңе ал, екеуміз сұхбаттасайық деген нәрсе біздің руханияттың тілімен айтқанда. Екеуміз сөйлесейік, келсейші, не болды, қандай жағдай? Жердің бетінде не? Мені еске алмағаннан осындай дәрежеге жеттің ба? Сен маған баяғыда әлмисақта еске алам деп кетіп едің ғой. Ал енді еске ал, мен саған жауабымды берейін. Деген дәрежеде екен ол нәрсе, ауру, кесел деген. Оны біз адамдар ауырып қалғаннан кейін ол нәрсе өзі мынау нелер медицинаға жүгіреміз, өйтеміз, бүйтеміз. Әрине медицинаны Аллаху табарак тағала не қылған, бірақтан медицинаны ол жаңағы Аллаға деген құлшылықпен, зікірлермен, жаңағы салауаттармен ұштастырып отырып, Алладан сұрап, Алла біледі, шифа судан келе ма, жаңағы тастан келе ма, немесе адамнан келе ма, медицинадан келе ма, дәріден біле. Алла өзі шексіз ғой. Біз тек қана осы медицинадан Алла бізге шифа бер десең, медицинаның түбіне түсіп кетесің. Алла шифа бер деп кеңдеу сұрау керек. Шифаңды бер деп. Алла тәубеге келдім, еске алдым деген дәрежеде болу керек та. Түсініңіз ба? Ол жауабын бұл жерде бере ма, ақиретте бере ма, Алланың өзінің жаңағыда несіндегі, құзырындағы нәрселер 80% деп кесіп айту мүмкін емес, бірақ жақсылықта біздің шариатта, ақидамызда жақсылық, жамандық Алладан дейміз. Рухани бай адам Аллаға ғана мінәжат етеді да, Аллаға ғана барлық нәрсені тапсырады. Аллаға тапсырған кезде өзі амалын жасайды. Түсініңіз ба? Ол тек қана тапсырып қойып, үндемей отырмау керек, амал жасау керек. Амал деген не? Аллаға азанда тұрдыңыз ба, мінәжат жасадыңыз. Алла, осы денсаулықты берген сен, өмірді берген сен. Аллахым, сенің қалауыңмен осы жерге келдім. Сенің қалауыңмен осы жаңағыдай дене мүшелерім болды. Мен барлығын өзіңе тапсырдым деп тапсырып, өзіңіз медицинаға барасыз ба, шөпке, емге барасыз ба, жүрегіңізді тыңдау керексіз тапсырғаннан кейін. Өзі илхам деген нәрсе болады, кеп қалады, түстен аян береді, жүрекке аян береді. Әр адам интуитивно өзінің неден шифа келетінін сезеді. Әр адам. Ол бар адамда, Алланың барлық адамдарында, пенделердің бәрінде қасиет бар. Бірақ мына өмірге келгеннен кейін социум дейміз, телевизор дейміз, анау мынау дейміз, оның бәрі бітеліп перделеніп қала береді адамдар. Жаман айтады, жаман қарайды, жаңағыдай сондай нәрселерден, мынау дүнияви нәрселерден біз перделеніп қаламыз. Перделеніп, баяғы өзінің жаңағыдай жай дәрежеге жетіп қалады. Сөйтеді, олар жүгіне бастайды басқа адамдарға, іздене бастайды. Ол андай дәрежеде өзінің вибрациясы дейікші, толқындары төмен дәрежеде, ол қандай адамдарға жолығуы мүмкін, сол дәрежедегі адамдарға жолығып қалады ғой. Сөйтіп круг начинается у них, круг басталады. Поиск дейді оны, круг поиска дейді. И одан кейін көп адамдарды Аллаху табарак тағала осы ауру арқылы сынап, жүрек көздерін ашады. Ауру арқылы ол Аллаға келеді. Ол Аллаға 7 миллиард адам өмір сүріп жатыр ма, 7 миллиард жол бар Аллаға жететін. Бірінкі келмейді. Біреу мен осы жолда күшті болып кеттім деп, оны екінші адам қайталай алмайды. Каждый человек дейікші енді да, в своем совершенстве уникальный. Каждый человек уникальный. Біз өте сұлу, бізге сондай бір керемет тағдыр жазған Алла. Оны біз мына өзіміздің қалауымызбен білдіріп аламыз. Ол Аллаху табарак тағала барлық адамдарға бақытты, нығметті жердің бетіндегі жазып тастаған әзелінде, сендер менің заңымды бұзбасаңдар дейді да. Түсініңіз ба? Біз заңдарды бұзып, анау дәу перекресттіктен қараңғы жерге өтіп кетеміз. Сөйтіп қараңғыда жүреміз, анау қай жақтан не болып қалады екен деп. Сондай дәрежеде қазіргі басым адамдардың көпшілігі сол, бірақтан мынау уақыт
пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам айтады, заманның ақырына қарата уақыт жиілейді дейді ғой, жиілейді дейді. Қазір енді азанда тұрғаныңды кеш батқаныңды білмей қаласың. Соған қарай былай ғой. Қазір зуылдап кетіп жатырық. Зуылдап кетіп жатыр. Барлық нәрсе, бәрі енді Алланың несінде кетіп бара жатыр енді жолында. Одан кейін өте үлкен жаңағыдай мынау дүркін Алладан келіп жатқан мынау белгілер. Ол кәдімгідей біздің іште оятатын белгілер болып жатыр да. Түсіңіз бе? Рухани адамдарды оятып жіберуге да. Мынау мен ат қойып алдым мына нәрсеге, ұлы тыныштық деп қоямын бұны. Великая тишина. Өзім ат қойып қойдым. Өйткені біздің апамдар жаман нәрсенің атын айтпаңдар дейтін еді. Бұл тыныштық Алладан келген сынақ емес, бұл белгі. Бұл адам істеді деген сайын Алла белгі бере береді. Еще шире бере береді. Түсініп жатсыздар ма? Алла, бұл сенің белгің. Біз тәубеге келдік, Алла деп, осы уақытта сәждесін табу керек адамдар. Өйткені басқа жол жоқ. Басқа жол жоқ. Басқа амал жоқ қазір. Сондай нәрселер болып жатыр жан-жағымызда енді. Одан кейін мынау уақыттың жиілегеніне қарай адамдар мынау неге бір күннің ішінде жаңа айттым ғой, 10 жылдың баяғыда 10 жылда алатын информациямызды тығылып жүріп, біреулерден еститін информациямыз қазір руханият бүкіл информация жердің бетіне гүрс етіп шашып жіберді қазір. Ал сафын, тазасын тауып алыңдар деді. Бірақ ол сафты тек қана көзі ашық, иманы бар адамдар өздері табады, іздеп жүріп. Базардың төрінде неше түрлі продукты предлагать етеді. Но мы же, есть же люди, которые под прилавка іздейді ғой, ювелирный магазиннан. Діндегі рухани сұрақтар, рухани жаңағы сұрақтарға жауап сол ювелирный лавкада болады, ол базарда болмайды ол нәрсе. Сондықтан ол нәрсені егер де Алладан, Аллахым мені тура жолға салып жіберші, мен осы жолда тура жүрейін десе, Алла өзі тура жолға салып жібереді. Баяғы ювелирный лавкаға креста қоясыз. Бұл жол деген сондай тура жол. Өйткені баяғыда Адам алейхиссаламға жаңағы неге лағнат ұрғырға сәжде жаса дегенде жасамаймын, бұл не ол топырақтан жасаған, мен оттамын, мен білімім зор деген ғой, қайдан басымды ауыртпа деген ғой, жаңағы сөздің қысқасын айтқанда. Мен басымды имеймін, есем саған иемін, бұл не топырақ жатқан, мен бұны күнде көріп жүрмін. Анау аузынан кіріп, мына аяғынан шығам, іші бос. Мен басымды бұған жұғым керек. Сол кезде Аллаху табарак тағала қатты жаңағыдай қаһарына мініп қуады ғой. Сол кезде маған уақыт бер, мекен бер, жол бер деп сұраған ғой Алладан. Сол кезде жол деп ана тамырларды беріп жібереді ғой. Сол шайтанның аузубилляхи жаңа тамырда ұрықтарын шашып кететін сол аурудың көкесі сол жерде. Жаңағыдай жердің бетіне келгеннен кейін ол енді ол айтты ғой ана жерде, тозағыңды кеңдеу қыл жанатыңа, бұдан тарағанның біреуін мен жанатқа кіргізбеуге тырысам деді ғой, енді қайтармауға тырысам деді. Барлығы мына жақта болады деді. Сол жаңа қазір болып жатқан мына история, сол басы сол жақтан бастап қойған обещание. Сол кезде Алла айтқан, имандылар мені тауып алады деген ғой. Имандылар тауып алады. Біз жаңағыдай через боль, страдания, жаңағыдай ауру арқылы, кесел арқылы, жаңағыдай лишение дейді. Аллаху табарак тағала айтады Құран-ы Каримде, мен сендерді жанмен, малмен сынаймын дейді. Сонда жан деген адам жақсы көріп баратсаң алып қояды. Малыңды жақсы көріп барсаң банкрот қылып жібереді. Сынақ кеп қалады сөйтіп. Сынаймын деген. Бірақ әзелінде оның барлығы Алланікі. Алладан келеді, Аллаға кетеді. Сонда біздікі деп қаламыз да, біз материальный мирда, мынау біздікі деп привязка болып қалады. Мынау менікі, мынау мынандай деген әңгімелер болып қалады. Сол біз негізі біздің басты жаңағыдай мақсатымыз осы дүнияви нәрселерге біз еш байланбауымыз керек. Дүнияви нәрсеге жүректі байламау керек. Жүректі біз пайғамбарға байлауымыз керек.
сол кісінің жолынан жүрем десе, сол кісіні жақсы көруге, соның өмір баянын оқып, жаңағыдай өзіміздің баяғы ата бабамыздың жаңағыда тастап кеткен сара жолдары ғой оның барлығы. Сол кезде жаңағыдай айтып жатады ғой, зікір айтылып жатқанда, салават айтып жатқанда, истихфар айтып жатқанда жүрегіміз тыныштық тауып қалды, ішімізде ойлардың барлығы кетіп қалды дейді. Сондай дәрежеде адамдар айтып жатады, кәдімгідей тыныштық болып қалды деп. Сол тыныштыққа біз дәрежемізді жеткізуіміз керек, ол әр адамның қолынан келетін нәрсе да. Әр адамның қолынан келеді. Бірақ жаңағыдай мына дүние тартып тұрады ғой, мына жеңіл нәрселерге тартып тұрады. Негізінде шариатта ауыр іш нәрсе жоқ. Ешқандай ауыр іш нәрсе жоқ та. Бірақ соны ауырлатып тұрады. Жүрекке ауырлатып тұрады. Сондықтан жаңағыдай біз өзі мұсылман болып келдік па, біздің жаңағыдай ауруымыздың, кеселіміздің несінде түбінде жататын жаңағы рухымызды тек сол жаңағы Алладан келген сөздермен емдеп, өзіміз сол дәрежеде өзімізді емдеп алуға да біздің қабыл қасиетіміз жетеді оған. Толық жетеді. Әр адамда жетеді ол. Өйткені әр адам өзі ғалам ғой, әр адам бір ғалам. Түсініңіз бе? Әр адамның өзінің қадір қасиеті, өзінде тұрған жаңағы сенімі, соның барлығы жетеді. Бірақ сенім әлсіз болса болды уже. Ол сенімнің әлсіздігі уже болды. Сіз ауру басып кетсе, аурудың рухы болады өзі. Аурудың рухы болады. Өте күшті молдалар бар, дамламалар бар. Олар оқығанда сол аурудың рухын суырып алады ғой. Сонымен болды, адам не қылады да, андай емделіп кетеді. Сондай дәрежеде. Біз енді өзіміздің тілімізде сөйлейміз ғой. Соны айтып жатырмын. Рух болады ауруда. Ол рух адам қорыққан сайын ісіне береді, үлкейе береді. Ол адам айту керек, сен Алладан күшті емессің. Сен Алладан күшті емессің деп ауруға кәдімгідей басу керек оны. Кәдімгідей мынандай батыл болу керек. Мен өмір сүремін, мен жазыламын, Алла маған шифа береді деген уверенность түбінде болса, сол нәрселер көтеріп шығарып жібереді адамдар. Егер жаңағыдай қолын неғылып қусырып тапсырып қойса, болды уже. Ауру өзінікін істеп кетеді да. Бірақ ол да Алланың қалауы дейді ғой. Былай да Алланың қалауы. Ол иманның әлсіздігі де сондай болып тұрады. Фитратында бізде барлығымызда иман бар ғой. Иманның дәрежесі мынау қалай айтсам екен, бидай сияқты болуы мүмкін, бүкіл ғалам сияқты болуы мүмкін. Иманның дәрежесі, үлкендігі. Ол енді Алладан күндіз түні, я Аллахым, мен әлсіз құлыңмын, мен иманымды бекіт деп сұрап, жаңағыдай дәретпен алып, сондай таза дәрежеде жүрсе, жай иман кіре береді адамға. Сондай аурудың кішкене бір несі осындай. Гүлшара ханым, көп рахмет. Жаңа сіз бас жағында айттыңыз ғой, жаңа ауада жындардың ұрығы жүреді дедіңіз, иә? Былайша айтқанда микроб деп алайықшы, иә? Бола ма сөйтіп айтса? Микроб, вирус барлығы жүреді, 26 мың вид. Ол біздің мынау заманның ақырына қарай адамдар түрлі болып кетіп жатыр ғой. Оның ше ары-барысы бір какой-то бір 1-2 мың исследовать еткен шығар наука. Қалғандары көтерілсе, не обследование, олар қандай дәрежеде көтеріледі, адамның вибрациясы насколько төмен түсе береді, настолько анау нәрселер құтырып жердің бетіне көтеріле береді ол. Осындай дәреже. Әдейі істелінген, ол иманға тірейді ғой барыбір. Сонда қараңыз, адамның рухани жүрегі жабылып, адам материяға қатты байланған кезде жүрегі, нәпсісінің қалауын істей берген кезде, жалпы адам азғындауға түскен кезде, иә? Сол кезде жаңағындай вирустар көкке көтеріле береді. Ал сол вирус, микроб, соның барлығы жынның ұрықтары бола ма сонда? Жындардың ұрығы 26 мың вид оларда. Одан да көп болуы мүмкін. Бірақтан ол жоқ, атеисттер де өмір сүріп жатыр ғой, керемет өмір сүріп жатыр ғой. Атеисттер де бай неше түрлі атеисттер бар. Біз шегеріп қоюымыздың қажеті жоқ. Бірақ әркімнің өзінің рухани дәрежесі болады да. Түсініңіз бе? Рухани дәрежесі болады, сенімі болады, өзінің ішіндегі сенімі. Ол ішінде сіз бір нәрсе бүлдірсеңіз кілт ете қаласыз ғой. Өзіңіз біліп тұрасыз ғой. Информация бар ғой. Вот сол кезде пробивается аны. Сіз өзіңіз пробивать етесіз. Жаңағы сіз айтқан біздің нәзік денеміздегі тесіктер сол кезде пайда болады, иә? Бір нәрсені бүйтіп дұрыс демеген алған кезде ішінен
деп нетіп қаласың ғой, сол кезде пробивает, да? Я. Мы сами себя пробиваем. Это помимо того, что назар, көз, анау не дейді ғой, анау тағы да бізде сиқыр нәрселер бар ғой. Түсініңіз ба? Ол бірақ жаңағыдай пайғамбардан көп нәрселер келіп қалды ғой, барлық нәрсе келді ғой. Жаңа фалақ пен насты азанда оқып, денемізге суф деп денемізді бүйтсек, ол нәрсе болмайды бізде. Ол нәрсе болмайды. Тілде, көзде, сиқырда келмейді. Түсініңіз ба? Оны істемейді ғой адамдар. Одан кейін істемегеннен кейін бәленің барлығы келе береді ғой. Одан кейін өзіміздің ішімізде сеніміміз бар, бізде ұлы иман тұрады ғой, Алладан изначально келген нәрсе. Сол ішіңізде мерила бар ғой, фильтр бар ғой сізде. Әр адамда фильтр бар ғой. Сол наблюдать етіп тұр ғой. Жанар, мынаны дұрыс істемедің деді ма? Так, бетін жаптың сен оның, болды. Бірақ мына жақтан кетіп қаласыз да. Ал егер соны сезіп, содан кейін барып жаңағыдай тәубеге келсеңіз, зікір айтсаңыз, зікірмен ол біздің неміз зікірмен не қылады. Өйткені біз баяғыда мен сені еске аламын деп жаңағыда ант су іштік қой сол жерде, жандар. Еске алу деген зікір деген сөз. Зікір етем, мен сенің ұлық есіміңді зікір етем деген жоқ. Аллах деп зікір еткенде бүкіл жаңағыдай жатып қалған, жаңа тесілген ауралар полностью восстанавливается. Өйткені Алла сізге полный қорған береді. Ал енді Гүлшара ханым жаңа осы жағын айттық, енді екінші жағы бүкіл ауру ол Алла тағаладан берілген сынақ. Сіз айттыңыз ғой, мені ертең ал, екеуміз сөйлесейік деген месседж. Сонда ол ана жынның ұрықтарымен оның арасында қандай байланыс болуы мүмкін? Алла егер оны жаным ол жындар да, періштелер де, ғаламдағы бүкіл нәрселер жаратылысы, Алланың жаратылысы ол. Не береді? Жаңағы ауруды Алла тағала басқарады, бірақ та ол жындардың еркінде ма? Сол жағын кішкене түсіндіріп жіберсеңіз. Ол жыннан келтіре ма? Адамның пиғылынан келтіріп сізге сиқырмен кіргізе ма? Алланың қалауында. Бірақ ол мынандай жағдайда болады. Егер бір пункт бар, ұмытпау керек, бір адам осын жақсылап түсініп алсын да адамдарда, егер Алланың заңын бұзсаң болды, күте бер. Алланың заңын бұздың ба, любой жерден күте бер. Болды. Заң бұзмау керек. Бізде енді барлық оқырмандардың барлығы бірдей дін жолындағы адамдар емес, енді біз діни сауатымыз енді көтеріп келе жатыр ғой. Соған байланысты өзіңіз айтып кетсеңіз, Алланың заңы ол қандай заң? Ең бірінші жерді дәретпен басу. Дәрет дәрежесінде сүннетпен дәрет алып жүріңіздер. Дәретпен алып жүру керек, өйткені неге? Мынау жер алейхиссалам мақлұқат, оны да дәретпен басуымыз керек біз. Өйткені жаңағыдай біздің денеміз топырақтан ғой, білесіздер. Біз жер алейхиссалам дейді ғой, жер алейхиссалам дейді. Ол түрі ғой, мақлұқат қой, Алланың жаратылысы. Біз сыйлауымыз керек. Одан кейін сүннет алмаумен дәрет алып өзіміздің денемізді тазалап жүруіміз керек. Денемізді дәретпен алған сайын бойдағы жаңағыдай күнделікті сыртқа барып келдіңіз, үйттіңіз, бүйттіңіз, жаңағы сумен біздің жаңағыдай денеміз, рухани денеміз тазаланып тұрады. Рухани денеде жаңағыдай сырттан, стресстан, автобустың ішіндегі біреумен ұрысып қалсаң, соның барлығы біздің рухани денеде кәдімгідей мынандай шарообразный болып жинала береді, энергия қуат болып тұрып қалады. Ол кетпейді еш жаққа. Ол кейін өзімізге шабады кейін. Сондықтан егер сырттан келдіңіз ба, үйге бисмилля деп кіріп, ассаламу алейкум деп амандасу керек үйге кіргенде. Сөйтіп жаңағыдай дәретті алдыңыз ба, сырттағы жабыс киген бәрі сол дәретпен шығып кетеді. Баяғыда Хазіреті Абу Ханифа, мынау біздің мазхабтың хазіреттеріміз ғой, ұлық кісілер, әулие кісілер, 7 жаста имам болған кісілер ғой. Сол кісінің жүрек көзі ашық екенді, дәрет алып жатқан кезде, бір адамның дәретін алып жатқан кезде денесінен құрт шаян бақа, сондай бір жаман нәрселердің кетіп атқанын көрген екен ғой. Дәрет алғанда. Түсініп атсыз ба? Сол баяғы жаңағы анау нәрселер ғой, денеге жабысып қалады. Ең болмағанда дәрет намаздың кілті.
болып дәретпен жүрсеңіздер өзі келеді. Біз ол жаңағы дінге енді келіп жатыр дегенмен бір өзі қазақ халқы сонда ұлы халық ғой, ұлымыз ғой біз. Біз әр қазақтың түбін қазсаңыз, ары барғанда бір жоқ деген 20 әулие шығады енді. Әулиелік дәрежеге көтеріліп кеткен ғой біздің ата бабаларымыз. Сол қан бәрібір бізді жібермейді. Сол қан жібермейді бәрібір. Гүлшара ханым, менің ойымша өте жақсы, бір еш жерде айтылмаған тың ақпараттар айтылуда. Енді дәл қазіргі жағдайда балалардың ауруы, ол неден? Балалардың өте көп Инстаграмда, енді шын айтқанда кейде ойлайсың да, олардың барлығына қалай көмектесің, көмек жібермейін десең, тағы да өзіңді кінәлі сезінесің. Осындай жағдайда біз қалай өз-өзімізді ұстауымыз керек енді? Инстаграм, әлеуметтік желі барлығы салат, өзіңіз де білесіз әлеуметтік желіде. Сол кішкентай сәбилердің ауруы, сонда олар изначально сол ауралары тесіліп туған ба, жоқ әлде ол ата-аналарынан ба? Ол мынау рухтың бәрі сау, бақуат, нығметті болып келе жатады ғой жердің бетіне, рух дәрежесінде. Ол 15 ғасыр болды ғой енді, пайғамбарымыз келді, одан бері айтылған нәрселердің барлығы кеп қойды ғой енді. Қалай жаңа шариғи сұхбат дейді ондай нәрсе, ерлі зайыптылардың арасында қалай ол сұхбатқа кіру керек? Қандай дәрежеде? Қандай дәрежеде кіру керек? Құран-ы Кәримда әйелдер деген сүреде бар, әйелдеріңе жақсы жақтан келіңдер деген. Ол сол аятты ашатын болса, жақсы жақтан кел деген не? Әйелдің жаңағыдай көңіл күйі жақсы болмаса, ол сол кеште сол өзінің ерін қаламай тұрса, бойына сондай бір жаңағыдай низковибрационный нәрселер кеп қалады. Бойға бітеді. Одан кейін оның жаңағыдай жастардың құлақтарына алтын сырға айтып, мынау нәрсені айтып жатыр ғой, бірақ төсек қатынасқа барып жатқан кезде дәрет алу, өзінің дұғасын жасау. Аллахым, бүгін кешке егерде біздің етегімізге ұрпақ беретін болсаң, салих болсын. Бисмилля деп бастау. Оның барлығы жаңағыда заңда бар. Оның бәрін оқитын адамға, енді көп адамдар оқығысы келмейді том-том нені, ол үшін енді біздің имамдарымыз, жаңағы біздер бар, имамдарымыз айтпаған нәрсені әйел балдары, әйел қауымдары айтып отырады, апаларымыз бар, әжелеріміз бар деген сияқты сол дәрежеде. Ол жаңағыдай төсек қатынасынан кейін тұрып тағы да ғұсыл алу деген нәрсе бар. Баяғыда мен бір апам бар еді, өзі келіп дем салдырып тұратын еді. Осы жағдайда есіме түсіп отыр бір әңгіме. Бүйтіп айтатын еді да, ертенің көненің адамдары, ол кісі қазір бар ма жоқ па білмеймін, 80-90-дарға келіп қалған апа өзі кәдімгідей келіп жаңа дем салдырып тұратын тұғын. Сол бүйтіп айтатын еді да, біз баяғыда мынау күйеуіме жаңағыдай тұрғаннан кейін өзім шомылып ғұсыл алатын тұғымыз, апамыз сөйтіп үйреткен дейді. Өзіміз ғұсыл алып, шашымыздан су тамып тұрады, сөйтіп ерімізді шомылдырамыз. Сол тамған шаштан, ғұсылдан кейін тамған жаңағы тамшы, еркекке тамған тамшыдан періштелер бұған бонус жазады екен да руханиятта әйелге. Сондай дәрежеде болған ғой біздің ата бабаларымыз, білесіз бе, қандай сұлулық болған ғой біздің дінде. Оның бәрі ұмытылып жатыр ғой. Еркегін шомылдырады да, өзі шомылып алады, еркегін ол апамдар айтып кеткен деп айтады. Ол кісілерге өздерінің апалары үйретіп кеткен. Ғұсылсыз, ғұсыл алдың ба, болды, бойдағы жаман нәрсенің бәрі кетіп қалып, баяғы жаңағы айтқан сияқты. Жаман нәрсе кетіп, Алланың атымен ғұсыл алғаннан кейін, ол бойға әдемі балдар бітеді ғой. Түсініңіз бе? Одан кейін жаңағыдай ерлі зайыптылар настроениесі болмаса бір-біріне не надо подходить лучше деп қойыншы. Демек ол кезде де жаңа жынның ұрықтары болуы мүмкін, иә? Өзіңіз қараңыз, өзіңіздің толқындарыңыз өте низковибрационный, ашуланып тұрсыз. Сен ана адамды көргің деп тұрған жоқ, беті құрсын деп тұрсың. Бірақ ол қалау болып жатыр енді. Жаңағыдай ол күйе ерің болғаннан кейін болды ғой енді, ары қарата не болатын белгілі ғой. Сонда бойға бала бітіп қалса, уже жаңағыдай дәрежеде болып қалады. Ол ше
Кейбіреулер айтып атат, бұл бала анау ата бабаңның бірдеңесі, дінде ондай жоқ. Ата бабаның күнәсына ешкім жауап бермейді. Әркім Алланың тұсында өзінің қатесіне, өзінің күнәсіне өзі жауап береді. Әр адам рухани ол нәрседен бос. Мен әке шешемнің күнәсіне жауап бермеймін, ата бабамның күнәсіне жауап бермеймін. Ол шариат. Ол балдар да жауап бермейді. Ол жерде ата-ананың екеуінің қарым-қатынасының фиксированный моменттегі жағдайы ол. Они просто свое состояние зафиксировали. Понимаете, да? Они просто зафиксировали состояние. Ол бала әке шешенің фиксациясы, жағдайының, хал-ахуал, екеуі күшті рухани берік, әдемі болып, неғса, харизматичный, өте сұлу, өмірде бақытты, любой жерде есік теуіп жүретін адамдар келеді бұл өмірге. Если сол дәрежеде болса. Енді бір жалпы жай сөйлегенде мен қанша адам тыңдап отырғанын білмеймін, бірақ мен сөзім осындай, жай қазақы осындай сөзбен сөйлеймін. Енді ол біздің жағдайымызға қарай. Жағдайға. Гүлшара ханым, сонда былай айтуға болады, дәл қазіргі жағдайда біздің енді шетелді алмай қойшы, Қазақстанда сонда кемтар балалардың түрлі аурулар, түрлі кеселдермен туылуы, жалпы сондайға ұрынуы осы ерлі зайыптылардың жалпы адамзаттың осы рухани әлсіреуі. Жаңағындай одан кейін бірден бір себебі, біз бәр себепті бір нәрсеге кіргізе алмаймыз, бір клеткаға. Бірден бір себебі, мыңнан бір себебі. Аллада бесчисленное количество вариантов деген болады. Ол біз ограничивать ете алмаймыз, бірақ руханияттың жолында отырғаннан кейін бірден бір себеп осы болып есептеледі. Бірден бір. Енді ол біз амалын жасап, мен айттым ғой, амалын жасап Аллаға не аламыз, тапсырамыз сол кезде енді дұрыс. Ол бірден бір себеп. Бірден бір себеп. Бірақ кейбір балдар ата-анасына Алланың жолына түсіру үшін сондай бір миссиямен келіп атады. Сол жаңағыдай ауырғаннан кейін өздері тәубеге келіп атады. Ол кішкентай шақалақ, жаным сондай болып жатады. Бірақтан тәубеге үндемей бүкіл әулетті даже тәубеге келтіріп жіберуі мүмкін олар. Бүкіл әулет намазға жығылып кетуі мүмкін да. Сондай бір кішкентай бір жаңағыдай біргілә болады, бірақтан сол тәубеге келтіреді ғой. Түсініңіз бе? Оны бүйтіп шектеудің қажеті жоқ. Себептердің себебі бұл. Себеп Алладан. Біз оны не себеп деген сұраққа ешкім жердің бетіне жауап бере алмайды. Оны біз ахиретте естиміз. Біздің барлық сұрағымызға ахиретте жауап болады. Енді қазір бұл жерде жауап жоқ. Біз кішкене бір имитациясын жасаймыз жауаптың енді. Біз әлсіз құлдармыз, оны тура мынандай деп айта алмаймыз енді. Өте күшті айттыңыз, Гүлшара ханым, жаңа айттыңыз ғой, бір кішкентай сондай шақалақтың сондай болып дүниеге келу, бүкіл әулетті намазға жығып, сондай иманға келу мүмкін дегенде, денемде анандай бір басқаша толқындар ойнап кетті прямо. Ол хақ нәрсе. Хақ нәрсе. Ал енді қараңызшы, осындай қазір Инстаграмда өте көп. Олардың барлығына мысалы көмектесу міндетті ма, біз міндеттіміз ба көмектесуге, не болмаса қандай да бір, білмеймін, егер біз оны қарап, оны впечатлять етуге болмайды дейді ғой жаңағыдай. Қатты бір нәрсені, жаман нәрсені көргенде впечатлять етуге болмайды дейді. Жаңағыдай қатты не деуші еді, назарыңды түсіруге. Сол кезде адам өзіне алып алады да сол чувствоны. Сондай кезде мысалы, дәл қазіргі осы әлеуметтік желінің осылай лапылдап тұрған кезінде адамдар қалай өзін өзі дұрыс ұстауға болады? Қалай ойлайсыз? Енді ол екінің бірінің алдынан ол счеттар шыға бермейді. Алдыңыздан шығып қалып, жаңа жүректі тыңдау керек. Біріншіден жүректі тыңдау керек. Одан кейін Алланың разылығы үшін деп берілетін нәрсе болу керек ол. Ол адам үшін емес, есіркеп емес. Адамды есіркеуге болмайды. Түсініңіз ба? Бізде сострадание деген нәрсе болу керек. Но не жалость. Жалеть не надо. Ол Алладан кеп қалған нәрсе. Ол Алладан кеп қалған нәрсе. Алла есіркесін. Менің апам айтып отыратын тон. Алла есіркесін. Біз дұғада болайық. Аллахым, шифа бер, шифа жолдарын бер деп айтып, жаңағыдай көңіліңізде қалып қалатын болса, садақа. Ол садақаны үзбеу керек. Еш үзбеу керек.
Ол садақа деген сіздің действительно денсаулығыңыздан кетіп тұрады. Денсаулығыңызды жаңағыдай неғылатын, сақтап тұратын садақа негізі. Мхм. Шыныңызда алдыңызда күтіп тұрған құлайтын нәрсе болатын болса, сүрініп өтіп кететін дәрежеге жеткізеді ғой садақа берсеңіз. Аха. Гүлшара ханым, қазір енді ораза кезі зекет беру керек, садақа беру керек, жалпы енді ораза кезінде емес, әр күнде беру керек деп айтады ғой, күн сайын. Соны былай түсіндіріп айтып бересіз ба? Күн сайын, шынымен күн сайын әркім өзінің жағдайына қарай 500 теңге, 1000 теңге солай бере берулеріне бола ма адамдар мысалы? Алланың разылығы. Бисмиллахи-рахмани-рахим, ол садақада белгілі бір сан жоқ. Өйткені бүкіл қазынаның егесі Алла. Садақаның мақсаты Алланы еске алу. Мақсат Алла, мен сенің разылығы үшін осы садақаны беріп жатырмын. 40 теңге болсын, 50 теңге болсын. Бірақ әрине қаталы жаңағыда Алла өзі нығметін, жаңағыдай байлығын өзінің тарапынан берген адамдарға ол дәреже болмайды енді. Әрине біз енді өзіміздің дәрежеміздегі адамдарды айтып жатырмық. Өзі жұмадан жұмаға берілетін садақа болады. Ол кішігірім күнәлардан және жаңағыдай денсаулықты сақтап тұрады жұмадан жұмаға. Одан кейін жол садақа деген болады. Егер де әр адамдар қазір енді заманның несіне қарай келіншектер жолға шығып кетті ғой, жолда жаңағыдай айдап жүреді, жол садақа. Любой күні мешітке жол садақа. Аллахым, мына жол садақам, мені өзің қорғаныңда ұстап тұр мені деп, кәдімгі өзің жүректен дұғаның ол арабша оқып, араб болмай-ақ қойыңыздар. Дұға жүректен шығу керек. Өзіңнің тілің қандай? Орысша сөйлейсің ба, жүрегіңде орысшасын ба, ішің қалай сөйлейді? Бірақ қазақпыз біз қазақ болып туылғаннан кейін ол дұға да қазақша болу керек. Және ол жаңағыдай жүректе садақаны ниетті жүрекпен істеуіміз керек. Тілмен емес, тілге салуға болмайды. Жүрекпен өзіңіз барасыз да, жаңа садақаны Алланың разылығы үшін деп салып жатқанда айтасыз, болды. Тілге саласыз соны. Барлық нәрсе Алланың разылығы үшін. Одан кейін қайыр садақа дегендер болады. Қайыр садақа ол жаңағы сіздің айтып жатқаныңыз алдынан шыққан кезде қайыр болсын деп жасайсыз. Ол жаңағыдай біз Адам алейхиссаламнан барлығымыз бауырымыз. Ол мынау жердің дуальностінде біз орыс, қазақ, негр, Қытай, мұсылман емес, кәпір, мынандай протестант деп бөлініп кеткеннің барлығы ол жаңа аузубилляхидің нәрсесі адамдардың бәрін бічті шығарып, бөліп, ары барғанда бізді руға, жүзге бөліп жүрген, сондықтан жаңағыдай ол бөлінудің қажеті жоқ. Алдынан шықты ма беру керек. Алланың разылығы үшін десеңіз болды. Алланың алдында біз бәріміз пенде бірміз ғой. Гүлшара ханым, сөзіңіз орынды. Енді мысалы қазір әлеуметтік желіде шынымен ақ ол ауру ма, алаяқ па, сондай дүниелер өте көбейіп кетті де. Ал егер бір адам садақа беретін болса, ол алаяқтық жолмен жиналған дүниеге кететін болса, ол жағы бәрібір ма? Мысалы әйтеуір садақа берсең болды ма? Мысалы егер ол бала тіпті емделмейтін бала болсашы. Бір айтады ғой қазақта, бет албаты істеуге болмайды деп. Осы жағын қалай? Енді сізде уже контролирование деген нәрсе включилось, логика у вас включилась сейчас. Логика, ага. Логика. Супер. Ага, логика қосылып кетті, Сіздің сұрағыңыз рухани сұрақ болмай қалды қазір. Логический вопрос болды. Мен ана неге кетіп қалдым? Мен бір естіп едім да өзім, Гүлшара ханым, мынандайды естіп едім. Ана мүгедек балалар, сондай түрлі ауруларға ұшыраған балаларға да үйтіп жазылмайтыны болса, үйтіп беруге болмайды екен деген бір информацияны естіп қалғанмын. Аспан әлемі ақымақ емес. Там сакральная геометрия дейміз ғой. Сіздің әр жүрегіңіздегі әр вибрацияны естиді. Аспан әлемінде тек қана ниет қабыл болады. Ол мошенник болсын. Ол 5 раз мошенник болсын. Сіз ниет қылдыңыз ба, мүгедек балаға жібердім дедіңіз ба, сіздің сол жаңағы жіберген нәрсеңіздің энергиясы ол мүгедек болмаса, мүгедек адамдарға кетеді. Керемет. Осыны өстіп ашық айтқаныңызға рахмет, өйткені көп адамдар осы жағын білмей жатады да, мысалы. Яғни ол ниетке байланысты. Ниет. Аспан әлемде тек қана ниет қабыл болады. Ниетіңіз тура ма, Алланың разылығы ма? Болды, мына жердегі періште сіздің неңізді жазылды, ақиретте бонус кетті. Ал мұнда сұрап жатыр екен, мен үшін де өте қажетті сұрақ.
күйеуіміз үшін садақа жасай аламыз ба? Күйеуімнің атынан Алла разылығы үшін деп айтып бере аламыз ба? Күйеуі қайтыс болған ба? Жоқ, күйеуі қайтыс болған емес, жалпы енді ер адамдар қазір енді біреу береді, біреу бермейді, аса нетпейді ғой, жалпы әйел өзінің күйеуінің атынан бере ала Ол ма? былай, шариаттың заңы бойынша былай, Алланың заңында былай. Әйел баласы еркектің ақшасын бір тиын жаратуға, сұраусыз жаратуға болмайды. Егер садақаға мен 10 теңге жаратам десеңіз, күйеуіңізден жаным мен бүгін садақа салайын деп жатырмын, мына 10 теңгені деп айту керек. Сал десе саласыз, салма десе салмайсыз. Болды. Ал егер өз ақшаң болса? Өзіңнің ақшасын бізде шариатта әйел баласы өзіне жаратады. Өзінің нуждасына, егер де өзі мәрттік жасап, патша көңілмен садақа берем десе, садақа береді, бірақ ол өзіне жазылады. Өзіне жазылады. Күйеуімнің атынан осы садақамды қабыл ет деген болмай ма? Күйеуінің атынан болмайды, күйеудің мәртебесі биік, біз ол кісілердің атынан бере алмаймыз. Мәртебесі биік. Егер де жаңағыдай ол кісі ауру мүгедек дәрежесінде болса, ол енді басқа әңгіме. Егер сау, салауатты, аяқ қолы істеп тұрған ер кісі болса, ол өз садақасын, бала шағасының атынан садақасын беру керек, жұма садақаны. Ол соған жауап береді. Иә, енді бір адамдар болады ғой, ондай садақа беру деген нәрсені білмейтін, мысалы, бермейтін. Сол кезде әйел адам өзінің күйеуіне сондай дүниені айтуға хақысы бар ма? Айту керек. Әйел баласы еркектің руханияты. Оны айту керек. Ол әр рычагты, әр әйел өзінің рычагын білет, как донести до него. Ол мен айтам ғой әйелдерге, айтқандарың істегілерің десе, жаңағыдай, ауқат жеп болғаннан кейін, қарын тойғаннан кейін, бала шағаларыңды жүгіртіп, қара домалақтар жүгіртіп жіберіп, ол настроениесі жақсы болып отырған кезде айта қойыңдар. Бүйтсек қалай болады деп. Жай дауыспен да. Болды. Көне қояды ғой. Рахмет, мұнда бір сұрақ қойыпты. Әйел адам садақа сұрап тұрған ер адамға садақа беруге бола ма дейді. Садақа сұрап тұрғанда әйел еркек деген болмайды. Беру керек. Ол Алланың атынан сұрап тұр. Енді мынау мен өзімнің ойымша қол жайған нәрсені 5 теңге болса да сап кету керек. Мен өзім солай ойлаймын. Қайыр садақа дейді ондай нәрсені, қайыр дейді. Гүлшара ханым, біздің бағанадан бері эфиріміз кішкене сет дұрыс болмай, эфиріміздің басында мәнісі кетіп қалды. Қазір міне 1 сағатқа жақындап қалған сияқты. Мен мына тікелей эфирді тоқтап, қайтадан кірсем, сіздің мүмкіндігіңіз бола ма қайтадан кіруге? Біраз уақыт. Иә, сөйлесек, әлі уақыт бар сияқты. Мен айттым ғой, 3 күн сөйлесуге уақыт бар деп. Біз рухани тема деген ол ұзақ тема ғой. Оқырмандарымыз міне 800-ден асып қалыпты. Қазір енді әңгіме енді қызып жатқан сияқты, рухани әңгіме. Қазір енді мұндағы сұрақтар өте көп қойылып жатыр сізге. Қазір мұнан тақтап өшіп қайтадан кіреміз, маған запрошуеміз. Жарайды. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Машалла, альхамдулилла.